Айгүл Серікқұлқызы Иманбаева 15 наурызда 1977 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Кенен ауылында туған, Қазақстанның эстрада әншісі, актриса. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері. Танымал актриса Айгүл Иманбаева күйеуге шығып, ақ келін атанғанын растады. Бұл туралы ақпарат агенттігі хабарлайды. Өнер иесі болашақ жармен оқуда жүргенде танысқанын «Мамский әңгіме» подкастында айтты. Мен күнделік жазамын. Күйеуімнің ойынан бастап бойына дейін қандай адам болатынын жазып қойғанмын. Дәл сол орындалып кетті. Үнемі таныстарыма менің тойым шетелде болады. Төлқұжаттарыңды дайындаңдар деп айта беруші едім. Солда орындалайын деп тұр. Болашақпен оқуға кетіп бара жатқанда менің өмірімде ол адам болмады. Англияға барғанда менің ағылшыным өте нашар болды. Айналам тек ағылшынша сөйлейтін адамдар. Ол кезде қайдан жігіт ойлайсың? Сабаққа баспен кірдім. Күйеуім 10 жылдан бері Америкада тұрады. Қызы Лондонда оқиды. Өзім секілді ажырасқан жігіт. Тағдырымыз ұқсас болып тұр. 1977 жылы дүниеге келген. Найман руының жігіті. Бірақ менен 6 ай ғана кіші. Ортақ достарымыз арқылы таныстық. Ең алғаш көргенде мына жігітті 15 жыл бұрын түсімде көрдім дедім. Телефон алмастық. Менің әртіс екенімді білмейтін болып шықты. КЗУ-дың филология факультетін бітірген. Мен журналистика мамандығында оқығанмын. Екінші мамандығы іт саласы. Бірақ Алматыда кездеспеппіз деді актриса. Соңғы кездесу екенін білмедім. Айгүл Иманбаева 1 жыл бұрын дүниеден өткен әкесіне арнап жазба жариялады. Ол қатарда мен де бармын. Айгүл Иманбаева жалғызбасты әйел болудың қиындығын айтты. Сонымен қатар өнер иесі болашақ жары үйленуге ұсыныс жасағанда ұлымен ақылдасқанын айтты. Жаңа жылды бәріміз Лондонда қарсы алғанбыз. Ұлым мен келінім, оның қызы да келді. Сол кезде ресми баламмен таныстырдым. Күйеуім ұсыныс жасағанда, Асека, мен не істеймін деп ұлыма бірінші хабарластым. Оның да жанына менің жалғыз жүргенім бататынын сезетін едім. Мама, оның бойында ешқандай комплексі жоқ. Өзіне не қажет екенін біледі, ақыл тоқтатқан, білімді адам. Маған Ерлан аға ұнайды. Бақытты болыңыз деді. Содан Лондонда неке қиылып бас қостық. Қазіргі тапқан адамым, мәңгілік махаббатым. Саналы түрде шешім қабылдадым. Бақытты сәтімде ұлымда, құрбымда жанымнан табылды. Мәһірге көлік сұрадым. Қазақша той жасағын келеме деп сұрады. Мен қарсы болдым. Бірақ құдалық өтіп, орамал салып келіншай бердім деп ағынан жарылды актриса. Еске салайық, Ақбота Керімбекова өнердегі құрбысы Айгүл Иманбаеваның жаңалығын жариялаған еді. Танымал әнші Айгүл Иманбаева жақсы жаңалығын жариялады. Өнер иесі жолдасымен бірге Лос-Анджелес қаласында тұрып жатыр. Кеш жарық, қадірлі менің оқырмандарым. 2024 жылдың 23 ақпан күні жолдасым Ерлан екеуміздің заңды некеге отырып, шаңырақ көтерген күніміз. Биыл 1 жыл толып отыр. Құттықтап қоюларыңызға болады. Әрбір адам баласының тағдыры бір жаратушының қолында. Әйел 40 шырақты деген осы шығар. Әрбір әйел бақытты болуға лайық деп жазды әнші. 25 жыл өтіпті, желіде Айгүл Иманбаева мен Сәбит Әбдіхалықовтың үйлену тойындағы фотосы тарады. Ұлым аманаттап тапсырды. Айгүл Иманбаева неке қиған сәтінің видеосын жариялады. Айта кетейік, актриса екінші рет тұрмысқа шығып, ақш-қа қоныс аударған еді. Күйеуім 10 жылдан бері Америкада тұрады. Қызы Лондонда оқиды. Өзім секілді ажырасқан жігіт. Тағдырымыз ұқсас болып тұр. 1977 жылы дүниеге келген. Найман руының жігіті. Бірақ менен 6 ай ғана кіші. Ортақ достарымыз арқылы таныстық деген еді өнер иесі. Актриса күйеуімен қалай танысқанын жазған. Жақында екінші рет тұрмысқа шыққан Айгүл Иманбаева өмірлік жапын туған күнімен құттықтады деп хабарлайды Jambil.info. Өнер иесі өз жазбасында күйеуімен ортақ достары таныстырғанын атап өткен. Міне, ортақ достарымыз таныстырған кеште, біздің таныстығымыз сонау шет мемлекетте осылай басталды. Қызық, әр адам өзінің өмірлік жарын жүрегімен сезеді екен ғой. Ең бастысы Құдайға деген сенім.
Менің қасымда жаны таза, өресі биік, білімді, дамығанды жақсы көретін, бойында еш комплексі жоқ, нағыз азамат болса екен деп Құдайдан сұрайтын едім. Шын тілесең берет дегенде осы шығар, және көптің тілеуі көл деген. Сіздердің ақ баталарыңызды өнер мен өмір жолында тұмар қылып тақтым. Жаратқанға алғысым шексіз. Бүгін менің жолдасым Ерланның туған күні. Шын жүрегіммен құттықтаймын. Сен маған әйеге тән нәзіктіктің, еркеліктің қандай болатынын үйреттің. Не нәрседе де шексіздіктің бар екенін үйреттің. Ол қыздарымыздың, немерелеріміздің бақытын бірге көруге жасын жаратқаным. Барлық арман тілектерімізге бірге жетейік деген Айгүл Иманбаева. Сондай-ақ актриса көп тілеуі көл екенін айтып, өзіне тілекші болған халыққа алғысын білдірген. Маған тілекші болған жандардың бәріне тілек баталарыңыз мың еселеп қайтсын. Ұрпақтарыңыздың жолы қашанда ашық болсын. Әр әйел бақытты болуға лайықты деп жазды ол. Өзімнің бриллиантым ойнамай қалды. Айгүл Иманбаева Ақботаның тойында алған сыйлықтарымен мақтанды. Автор Дәуренқызы Алма. Жақында Ақбота Керімбекова келін түсіріп, дүркіретіп тойын берді. Айгүл Иманбаева. Оның бас қолдаушысы, ұлының кіндік шешесі Айгүл Иманбаева тойдан құр қол кетпепті деп хабарлайды. Мен Ақбота Керімбекованың үйінде байлықтың астына малынып отырмын. Құдалардан сыйлық, мәдөктен сыйлық дегендей. Ақботаның аты Мәдөк. Халқым, біліп жүріңіздер. Не болса да сыйлықтың астында көміліп, тіпті өзімнің бриллиантым ойнамай қалды, деді әртіс. Желі қолданушылары жұғысты болсын деп құттықтап жатыр. Игілігіңізге пайдаланыңыз, құтты болсын, қуанышты бөліссең көбейеді, бақытқа лайықты деп жазады олар. Сіздерді жақсы көреміз. Айгүл Иманбаева жолдасымен түскен суретін жариялады. Эльмира Жақсыбай. Сіздерді жақсы көреміз. Айгүл Иманбаева жолдасымен түскен суретін жариялады. Желі қолданушылары актрисаның отбасына бақыт тіледі. Актриса Айгүл Иманбаева оқырмандарын Наурыз мейрамымен құттықтады деп жазды. Өнер иесі жолдасымен түскен суретін жариялап, көктем мерекесіне тілегін жолдаған. Наурыз мерекесі құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр шаңырақта береке бірлік болсын. Біздің отбасымыздан баршаңызға жалынды сәлем. Біз сіздерді жақсы көреміз деп жазды актриса. Желі қолданушылары актрисаның отбасына бақыт тіледі. Әдемі болып кетіпті. Артыңда қорғаның болғанға жетпейді ғой. Бақытты болыңыздар, әдемі жұп, Наурыз мерекесі құтты болсын. Өте әдемі, келісті жұпсыздар. Бақытты болыңыздар, Көпия екеуі, шын жартысын тапқан осы болар, Айгүл әдемі болып кетіпті. Бақытты болыңдар, әйел 40 шырақты деген осы деп жазды желі қолданушылары. Айгүл Иманбаева, Қазақстанның танымал эстрада әншісі және актрисасы. Оның репертуарында көптеген танымал әндер бар. Төменде кейбір әндерін ұсынамыз. Таңғы елес. Ғажайып күй. Құшағымда гүлдер. Анаңды барында бағала. Арман өмір. Білемін. Бұл әндерді Apple Music сияқты музыкалық платформалардан тыңдай аласыз. Сонымен қатар Айгүл Иманбаеваның орындауындағы Ақерке халық әнін YouTube желісінен тамашалауға болады. Оның Таңғажайып өмір атты әнін де YouTube арқылы тыңдай аласыз. Айгүл Иманбаеваның әндері қазақ музыкасының байлығын көрсетеді және тыңдармандардың жүрегінен орын алады. Айгүл Иманбаева, Қазақстанның танымал әншісі және актрисасы. Оның отбасы туралы мәліметтер төмендегідей. Анасы. Айгүл Иманбаева анасын тәтем деп атайды. Ол кісіні еңбекқор, шыншыл, мінезі тік, тазалыққа тастай, өмір бойы есепші болып жұмыс істеген жан ретінде сипаттайды. Анасы 3 баласына да 2 жоғары білім алып, мақсат қоюды үйреткен. Қазір жасы ұлғайған сайын, Айгүл ханым анасына көбірек көңіл бөліп, қасында болуға тырысады. Әкесі. Айгүл Иманбаева әкесімен 40 жыл араға салып табысқанын айтады. Әкесінің батасын алғаннан кейін тұрмысқа шыққан. Әкесімен соңғы кездесуінде кешірім сұрап, батасын алғанын және сол кездесуден кейін 3 ай өткен соң әкесінің қайтыс болғанын еске алады. Бауырлары. Айгүл Иманбаеваның 2 бауыры бар. Анасы 3 баласына да 2 жоғары білім алып, мақсат қоюды үйреткен. Жеке өмірі. Айгүл Иманбаева жақында 2-ші рет тұрмысқа шыққанын растады.
Әлеуметтік желідегі парақшасында отбасылық өмірі қалай өтіп жатқанын айтып, оқырмандармен бөлісті. Айгүл Иманбаева отбасы мүшелерімен тығыз қарым-қатынаста болып, олардың әрқайсысына ерекше көңіл бөледі. Бірінші некесі сәтсіз аяқталғанымен, ұлын тәрбиелеп өсірді. Ұлы анасын қайтадан бақытты көруді қалаған, сол себепті Айгүл Иманбаева екінші рет тұрмыс құрғанын растады. Қорытынды. Айгүл Иманбаеваның өмірі өнерге деген адалдықтың, отбасына деген сүйіспеншіліктің және өмірдің түрлі сынақтарына мойымаудың айқын үлгісі. Ол өз жолында көптеген қиындықтарды жеңіп, сахнада ғана емес, өмірде де өз орнын тапқан тұлға. Оның өнері мен өмір жолы әлі де талай жанға үлгі болары сөзсіз.